Сәлем қыздар, сіздермен бүгін жасал жолы өте оңай мороженое жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші біз ыдысымызға 50 грамм қантымызды салып, карамель жасап алатын боламыз. Газдың астын баяу отта қоямыз да, қантымыз ерігенше осылай араластырып отырамыз. Қант тез ериді, ең бастысы араластырып отыруымыз керек, қантымыз күйіп кетпеу керек. Осылай қоңыр түсте карамель болып шығады. Енді 250 грамм сүтімізді құямыз. Сүтті құйғаннан кейін біздің карамеліміз сразу қатып қалады қыздар. Газдың астын баяу отта қоямыз. Қантымыз ериді біздің карамель. Осылай үнемі араластырып тұру керек. Сол кезде астына жабыспайтын болады. Түсі өте әдемі болып шығады. Ең бастысы карамель ерігенше араластырып отыруымыз керек. Енді ванильный сахарды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Ерекше дәм, иісі керемет болады. Сол үшін қоссаңыздар болады. Егер қаламасаңыздар, қосудан қажеті жоқ. Енді сухое молоконы осылай аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Ешқандай түйіршіктері қалмағанша. 60 мл сүтімізге холодильниктен шыққан 1 қасық крахмалды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қыздар, салқын сүтке қосып араластырамыз. Толық рецептіні видеоның астына қалдыратын боламын. Дәл осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, 10-15 штук мороженое шығады қыздар. Крахмалдың қызметі бұл жерде қоюландырады, сол үшін қосамыз. Жақсылап осылай араластырып алғаннан кейін суытуға қойып қоямыз. Суығаннан кейін барып, кез келген үйіңізде қандай ыдыс бар, соған қатырып құйсаңыздар болады. Осындай мороженойдың формасы болса, соған құйсаңыздар болады. Немесе одноразовый стакандарға, кез келген одноразовый посудаларға құйып, үйіңізде қандай ыдыс бар, соларды пайдалансаңыздар болады қыздар. Немесе Каспий магазиннан мороженойдың формасын заказ беріп алсаңыздар болады. Немесе осындай ыдыстарға да құйып қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді мороженойымызды 6-8 сағатқа морозильникке салып қойып қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай біздің мороженойымыз қатты. Дәмі өте керемет болады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазіргі мезгілге жасап қойсаңыздар, балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Бір мороженойдың бағасы қазір білесіздер өте қымбат, ал осылай үй жағдайында мороженойды жасасаңыздар, балаларыңыз да қуанады, өздеріңіз де ақшаларыңызды экономдайтын боласыздар. Қыздар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін өте көптеген қарапайым рецепттерді түсіретін боламын. Қазақша фудблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, осы рецептпен өздеріңіздің құрбыларыңызбен, таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Ас болсын.